Ал енді ақсақал, біз міне бүгін қасиетті елордамыз іргесіндегі Қабанбай батыр өзіміздің қолбасшысы болған керемет қазақтың талай батырларға үлгі болған тамаша осы Қабанбай батыр ауылының жеріне келіп отырмыз. Сондықтан енді өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Мен Қадагерей Қабанбай кешенінің шырақшысы Камал Абдырахман деген қазақ болам. Осы жерге сол ашылғаннан бері осы жергемін. Жігіттердің өзінің өтінішімен осы жаққа келіп едім. Бұл жаққа келген себебім бірден бір себебі, содан 1979 жылы қазақ тарихы жырларының мәселелері деген кітап шықты. Қазақстан ғылым академиясының әдебиет және институты. Сол кітапта 1979 жылы Қадагерей Қабанбай батыр Ақмола қаласынан 30 шақырым жердегі Октябрь совхозының территориясында жерленген деген ақпарат кетті. Міне осы кезден бастап Қабанбай батырмен атамызбен шұғылдана бастадым. 40 жылдай болыпты ғой. Осы кісінің осы жаққа жатуы менің өзімді таң қалдырды. Сөйтіп біртіндеп зерттеуге кірісіп, нәтижесінде сол атамыздың 1991 жылғы 300 жылдық мерейтойы қарсаңында біраз мақалалар жазып, материалдар жазып, содан бастап Қабанбай батырдың осы жақта неге жерленгенін, бұл жақта неге тұрғанын алдымен ауыз әдебиетінен, одан кейін тарихи құжаттардан, одан кейін ұрпақтарының айтуынан зерттей бастадық. Нәтижесінде Қабанбай батырдың тұсында бұл кісілердің елінің осы жақта тұрғанын, осы жақта күн өткенін, осы жақта өмір сүргеніне көз жетті. Атамыздың моласына осында екеніне көз жетті. Жалпы бүгінгі таңда мына өскелең ұрпаққа шынында да өздеріңіздей отауызды қариларымыз, тарихты тамаша білетін осындай ақсақалдарымыздан өнеге алатын көп. Сондықтан жастарға қандай өнеге айтасыз? Бүгінгі таңда шынында да тіпті кітаптың өзін оқитын жастарымыз аз болып қалды. Енді қарасаңыз, мұны тұнып тұрған тарих, осы жөнінде қандай бір өсиет айтар едіңіз өнегеңізде? Шын мәнінде бүгін кітап оқитын адам азайды. Жастар тұрмақ, өзіміздің де қазір 300 беттік, 800 беттік кітап оқитын уақыт жоқ. Уақыт қазір енді бұрынғыдай емес, тым жылдам өтеді. Ақпараттың қазір қысқаға ауысқан кезі ғой. Ата Қабанбай батырдың айтатын мынандай бір сөзі бар, қайтыс болар кезінде. Алыс туыс демеймін, мұсылман кәпір демеймін. Атымды кім атаса, соны қолдап жебеймін деп. Бауырмалдық қой, мейірімділік қой. Соңында қалған елге деген қамқорлық қой. Жастарға бүгінгі бізден кейінгілерге айтатын бір ғана нәрсе бар. Біздің ата-бабаларымыз өмір бойы аңсап кеткен, біздің де сол қолымыз жетпей жүрген егемендікке мына осы біздің бар жастар жетті қазір. Бәрі өздерінің қолында. Сондықтан біздің жастарымыз ел үшін, халық үшін, отан үшін еңбек етсін. Ата-бабаларымыздың Қадагерей Қабанбай секілді ұлы бабаларымыздың ізін бассын, ата-бабаларымыздың аманатына адал болсын. Қазақтың бас батыры, қазақтың қан батыры, қазақтың қас батыры Қадагерей Қабанбайдың аруағы қолдап жебе жүрсін бәрімізді. Айтқаныңыз келсін. Сонымен қатар енді Қабанбай батыр атамыздың шынында да тамаша тарихта қалған ерліктері бар. Соның ішіндегі дәл осы Сарыарқа даласындағы бір ірі шайқастарын осы жөнінен бір тамаша жастарға тағы айтып өтсеңіз, өйткені басым көпшілігі бүгінгі отауызды қариялардан естиді, бірақ біраз жастар осыны білмейді екен. Енді Қадагерей Қабанбай батырдың қазіргі сонау 16 жасынан бастап, жекпе-жекке шыққаннан бастап 1718 жылғы, 16 жылғы Аягөз соғысынан бастап, Алакөл соғысынан бастап 1770 жылғы Жайыл қырғынына дейінгі өмір тарихы қазір көбірек жазылып жүр ғой. Осылардың ішінде ең еске қалатын бұл кісінің майдандағы көрегендігі, білгірлігі, дала соғысының тактикасын жетек білуі, бұл мынау 1757 жылғы біздің жерімізге кірген Қытайдың Фуде деген генералының бастауымен келген Хадака және Дардана деген екі генералды
сонау мынау аягөздің маңайынан тосып алып садаққа қарай алып келіп тоз-тозын шығарып жіберуі. Нығмет Мыңжан деген Қытайда өткен, бірақ Қазақстанға келіп дүниеден өткен бір керемет тарихшы болды, Сью Керей. Сол кезде айтады, Қытай шеріктерімен қазақ қолы Қабанбай бастаған үш жерге қақтығысып қалды дейді. Қақтығысып қалса қақтығысып қалған шығар, онда тұрған не бар деп ойлауға болады ғой. Бірақ кіргенде 22 мың еді, қазан айында кейін қайтты дейді, 8 мың қолын алды деп. 14 мың қайда? Сұрақ өзіне өзі туындайды ғой. Демек қырып жүрген ғой. Осы соғыстың нәтижесінде Фуде Қаракерей Қабанбай батырға ұсыныс айтады ғой, елшілік алысу жөнінде. Сөйтіп 1757 жылы Бейжіңге Өміртай және Қанжігер деген екі адам елшілікке аттанады. Міне осы елшіліктің нәтижесінде 1758-1762 жылдары Қазақ пен Қытайдың арасында Қандыжап және Мамырсу деген бітімдер өтті. Бұл мына бүгінгі Аягөздің түбіндегі бұрынғы Сергопил, қазіргі Мамырсу деген ауылда. Жалпы өзінің тарихи аты Қызылжар. Оны Мұхамеджан Тынышбаев Қызылжар деп атап жазады. Міне осы жердегі Қытаймен болған 4 жылғы келіссөздің нәтижесінде Қытай біздің мемлекет ретімізді мойындады. Бізге тиімсіздеу болды, шекара белгіленді. Шарттарда кішкене тиімсіздеу болды. Бірақ ең басты нәрсе 1762 жылы Қытай бізді мемлекет ретімізде мойындады. Біздің дербес мемлекет ретімізде мойындап, жеке хандық екенімізді мойындап, шекарамызды бөліп алдық. Келесі нәрсе, біз Қаракерей Қабанбай батырдың осы тек қана соғыс қимылдарын ғана, бас қолбасшылық міндетін ғана білеміз. Бұл кісінің үлкен дипломат екеніне мән бере бермейміз. Едіге Уәлихановтың деректерінде өкінішке орай сол деректерін қайдан алған жазбай кетті. Бұл кісі мынау 1770 жылдағы өткен кіммен орыспен болған Семейдегі кеден және шекара мәселесі жөніндегі келіссөзде қазақ жағының сөзін ұстайды. Бірақ өкінішке орай сол Едіге Уәлиханов соны қайдан алған жазбай кетті. Бір өкінішті нәрсесі. Міне атамыздың негізгі екі қасиеті осы. Керемет. Жақсы, енді Камал Ақсақал, енді сізге деніңізге саулық, қуат берсін. Осындай өзіңізде абыз ақсақалдарымыз көп болсын, осындай батырларымыз ұлықтайтын ұрпақтарымыз көп болсын. Кең жазира аттың тұяғымен қорғап қалған кешегі батырлардың ізімен, бабалардың үнімен бүгінгі жастар еліміздің ертеңгі үлкен азаматы болсын. Қашанда осындай қасиетті жерлерімізге келіп жүрген жастарымыз осындай ақсақалымыз өнеге алсын. Аман болыңыз. Аман болыңдар, сау болыңдар.